Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні 1-ші сынып 101-ші сабақ. 11-ден 20-ға дейінгі сандар. Оқу мақсаты 11-ден 20-ға дейінгі сандар көлемінде тура және кері санау натурал сандар қатарындағы орнын анықтау. 11-ден 20-ға дейінгі сандарды оқу, жазу және салыстыру. Артық, кем, тең, қосу, азайту белгілерін, цифрларды қолдану, белгісіз символын қолдану. Сабақ мақсаты 11-ден 20-ға дейінгі сандарды білетін боласың. Бірінші тапсырма. Көкөніс пен жеміс адамның денсаулығы үшін пайдалы. Көкөністерді өсу ретімен айт. Жемістерді кему ретімен айт. Көкөністерді өсу ретімен айтатын болсақ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Жемістерді кему ретімен айтайық. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Екінші тапсырма. Бұл сандардың ұқсастығы мен айырмашылығы неде? Ер баланың қолында 1, 7, 2 саны көрсетілген. Қыз баланың қолында 11, 17, 20 саны бар. Бұл екеуі де сандар, цифрлар. Бұлардың айырмашылығы: ер баланың қолында 1 таңбалы сан, қыз баланың қолында 2 таңбалы сан. Ұқсастығы екеуінде де цифрлар. 2 таңбалы сандар ондықтан және бірліктен тұрады. 11 саны 1 ондықтан 1 бірліктен. 17 саны 1 ондықтан 7 бірліктен тұрады. 20 саны 2 ондықтан 0 бірліктен тұрады. 1, 7, 2 сандары 1 таңбалы сандар. Міне балалар, 1 таңбалы сандар мен 2 таңбалы сандарды 11-ден 20-ға дейінгі сандардың атауын оқы, олар қалай құрылған. 11, 10 және 1, 12, 10 және 2, 13, 10 және 3, 14, 10 және 4, 15, 10 және 5, 16, 10 және 6, 17, 10 және 7, 18, 10 және 8, 19, 10 және 9, 20, 10 және 10. Теңдеулерді шеш. Бұл жерде теңдеулерді шешеміз. Бұл жерде теңдеулер берілген, жай теңдеулер. X қосу 20 тең 90. X-ті табуымыз керек. Ол үшін 90-нан 20-ны азайтамыз. X тең 70-ке. Тексереміз. 70 қосу 20 тең 90. 90 тең 90-ға. 80 алу Y тең 30. Y тең 80 алу 30. Y 50-ге тең. 80 алу 50 тең 30-ға. 30 тең 30. Міндетті түрде оң жағы мен сол жағын теңестіретін боламыз міндетті түрде. X азайту 70 тең 10-ға. X тең 70 қосылған 10, X тең 80-ге. Тексереміз. X алу 70 тең 10. Оң жағын және сол жағын теңестіреміз. 10 тең 10-ға. Яғни бұл теңдеулеріміз біздің дұрыс болғандығы. 5-ші тапсырма. Жемістер мен көкөністердегі сандардың орналасу заңдылығын анықта. Сандық қатар ойластыр. Бірінші қатарда 11, 13, 15, 17, 19 саны. Бұл сандар тақ сандар. Екінші қатарда 12, 14, 16, 18, 20 саны жұп сандар екен. Бұлардың барлығы 2 таңбалы сандар. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.